Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін мемге қатысты ереже өтеміз. Тағы да бір қайталайық. Нунға қатысты неше ереже бар? Бізде жаңа 4 ереже. Изғар деген кезде біз не түсінеміз? Ашық, анық, өзгеріске ұшырамайды. Бірақ әрине біз нун бойында қандай сифаттарды білдіріп кету керекпіз. Идғам біріктіру, келесі сөзді немен шадалаймыз. Шадың ішінде, естественно, бізде сукун бар, да? Одан кейін үшінші нәрселе ол иқлаб, ауыстыру, түнкеру. Ихфа жасыру, ихфа жасыру. Енді мемге қатысты бізде жалпы неше ереже бар? Ол 3 ереже. Бірінші изғардан бастайықшы, ол оңай. Изғар не ол? Ашық, анық. Неше әріп бар? 26 әріп бар. Яғни біз оңай тақырып екен түсініп жатырмыз. Изғар біз уже білеміз. Біз жай изғар істейміз, ашық істейміз, қалай бұрынды үйрендік, солай оқып кете береміз. 26 әріп. Идғам қосу. Идғам деген кезде біз не түсінеміз? Шадда бар. Мемге қатысты бір әріпті. Одан кейін ихфа бізде не ол түсінеміз? Түсіндік біз ол жасыру. Келесі әріп махражына жасыру. Ихфада бізде неше әріп? Бір әріп. Бір түр әріп. Сонымен неше болды? 26, 27, 28. Яғни нені түсінеміз біз? Мемнен кейін мәдін және бәдін бөлік әріптер келсе, мысалы, бисмиллахир-рахманир-рахим, әлям таро кайфа, әлям та келді ма? Қалай бар? Әлям яджал. Қалай келді, солай бар. Қазір оны біз Құранда талдаймыз. Изғарды түсіндіріп кетеміз. Қандай бойыны сифаттар ұстап кету. Қазір біз идғамға керек. Идғам біз не істедік? Қосу, біріктіру деген мәселе. Енді қарайықшы. Мысалы, простой мысалмен келтірейік. Сукун мимнен кейін. Мим әріп келді. Міндетті түрде, мына сукун мим ғой. Сукун мимнен кейін қандай әріп келу керек? Тек мим әріп келген кезде не болады? Идғам. Не істейміз? Шада салып жүреміз. Амма. Оны бір жағында біз не істейміз? Оны алға тақырыпта өтеміз. Алла қаласа, ол жалпы бізде идғам болады. Мутамасиляйна. Қазір бастап па айта берейін, үйрене берейік та. Мутамасиляйна ол егіз әріптер деген. Егіз әріп па? Иә, идғам, мутамасиляйна, сосын биғунна. Идғам қостық па? Мутамасиляйна болды ма? Егіз ба? Егіздік таптық қода? Аха. Так, X. А қайда X? Да, мына бастайын ба, бетейін ба? Бет жіберейін. Аха, болды. Сукун мимнен кейін. Мим келсе, біз біріктіру ғунна арқылы қараңыз. Идғам қылдық па? Қостық. Мутамасиляйны болды ма? Егіз әріп па? Егіз болды. Ғунна болды ма? Все. Идғам мутамасиляйна биғунна. Бизғунна деген сөз. Биғунна. Одан кейін мимді біз шадалаған кезде ең кемел ғунна болады. Алдына біз түсіндірдік қой. Жалпы бізде ғунна ғалымдар оны 4-ке бөліп тастаған. Бірінші ол шадалаған кезде ең кемелдігісіне болады. Екіншісі ол бізде қандай? Ихфа, одан кейін ихфа ережеге, жаңа иқлап, ихфа солар кіреді. Үшіншісіне изғар кіреді, төртіншісіне харакатпен мим нун айтқан кезде. Осы жерде бізде ең кемел ғунна. Амма. Түсіндікті ба? Одан кейін енді ихфа. Ихфа біз айтқан кезде түсініп жатырық. Нені түсініп жатырық біз? Уже бір нәрсеге жасыру керек махражына. Енді қарайықшы. Сукун мимнен кейін. Бә әріп келсе, мысалы. Бә әріп келді. Амба. Бөлек айтып көрейікші. Амба. Неудобство. Ыңғайсыз. Да? Амба. Жоқ, амба. Бөлек алса, ыңғайсыз болады. Айына қараймыз, не істейміз? Мимді бә ерінен шығады ғой. Ер махраж ба? Мимді ер махраж ба? Не істейміз? Қараңыз. Амба. Просто біз ғунаны ұстаймыз еще. Амба. Нунға қатысты ихфа. Мимге қатысты ихфа, ғунаны өлшемі жақты положениесі бірдей екен. Амба. Осылай істаймыз. Мысалы, изғар болса, әлям таро кайфа. Әлям таро.
Алам таро. Алам таро. Алам яджал. Лам ялида. Лам ялида. Ва лам юлада. Аха. Енді қараңыз, тағы да бір қайталайық. Мимге қатысты бізде 3 ереже бар. Қандай ереже? Бірінші изғар. Неше әріп? Мимнен кейін бәдін мимне бөлек 26 әріп келсе, қалай бар солай оқисыз. Ешқандай өзгеріске ұшыратпайсыз. Қалай оқыдыңыз бұрында? Мұғалім сәнде дәл солай оқып кете бересіз. Бірақ мимнен кейін мим келсе, біз идғам қыламыз, шаддалаймыз. Ол Алладан келген бізге жеңілдік негізгі. Мысалы, ма бөлек алып кету қиын ғой. Оңайырақ қой. Оңай ма? Оңай. Дәл солай. Ба ыңғайсыз. Ба қараңыз. Көпшілік мынадай нәрсе айтады. Бір жақ бірақтай болу керек деген естідім. Сондайды айтатындар бар. Ол негізгі Амен Рүште солай болсын, жаңа біздің ғалымдарымыз айтады. Ол қате негізі ба. Просто ерін істемеңіз. Ба емес. Ба. Просто жаптыңыз, қоналадыңыз. Ба. Ба. Осы нәрсе. Жеңіл. Енді қараңыз, Құраннан сол нәрсені бір талқылайық та. Бисмилля. Одан кейін қараңыз, мимге қатысты келеді ғой ереже. Егер изғар болса, бізде көбінесе мединский курс, мединский Құранмен, египетский Құранмен оқимыз ғой. Ол кезде міндетті түрде мынадай сүкун тұрады. Осындай сүкун қараңыз, тесік. Да, мына жерде бір кіріп шығатын несі бар? Ауа бар. Соның ішіне міне ашық па? Болды. Ол уже ызғар екен түсінеміз. Ызғар себебі бізде мағына қандай? Ашық. Просто лайфхак деп айтама, сол нәрсе. Енді қараңыз, тепе-тең тануын жоқ мына ішінде, мимге қатысты. Мимге қатысты ол нәрсе жоқ. Енді қараңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лям. Сүкун мим келді ма? Көріп тұрғы да? Лям, сүкун мим. Мен не обязательно, көріп тұрғы. Қараңыз, лям. Сүкун мим келді ма? Келді. Одан кейін қандай әріп келді? Я. Мим келді ма? Жоқ. Бә келді ма? Жоқ. Я келді ма? Все, біз уже білеміз, сол изғар екен. Ешқандай өзгеріске ұшырамаймыз. Бірақ осы жерде бізде мимді айтқан кезде, қараңыз, мимді дыбыстаған кезде, оның бойында сифаттарды айтып шығамыз. Оның бойында ғунна бар, әлсіз ғунна, бірақ бар ғой. Ләм ялиді ва ләм юлады, болмайды. Ләм ялиді ва ләм юлады, ва ләм якуллаху куфуан ахада. Мына жерде бізде тағы да мимнен кейін я келді ма? Мә, ба келмеді ма? Барлығы не болады? Изғар болады. Так. Енді қараңыз, так, қай сүреде бар бізде? Фил сүресінде қарайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлем. Мим келді ма? Одан кейін қандай әріп келді? Та. Мим келдісе, бә келмесе, не болады? Изғар болады. Әлем таро кайфа фа'ала роббука би асхабил фил. Әлем. Не болады? Изғар болады. Әлем яджал кайдахум. Не болады? Изғар болады. Енді қараңыз, осы жерде бізде мына нәрсені біз абайлау керекпіз. Фа және бә. Ол да ерін ғой. Фа және вау. Ол да ерін ба? Осы жерде мына нәрсе жасап қалмаңыз. Кайдахум ф. Жасырмаңыз. Ф, вау. Ол да неме шығады? Ерін мақраж ғой. Осы жерде авалаңыз. Кайдахум фи демеңіз. Кайдахум ф бөлек алыңыз. Жарай ма? Ф әріпті бөлек аламыз. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва арсала алейхим. Осы жерде қараңыз. Ва арсала алейхим. Мим қандай? Изғар болады. Машалла. Енді осы жерде мен көрсеткім келді сізге. Қараңыз.
Тармихим. Сукун мим деген қандай әріп келді? Құранды бізде уже белгілі болады, үстіне сукун болмайды. Уже сукун болмайды, біз уже білеміз. Ол бізде не? Ихфа немесе идғам екен. Болды. Қараңыз. Тармихим. Не істейміз? Оны саламыз. Тармихим бихиджаротим мин сиджил. Түсінікті, да? Так, енді нені барайық? Құрайш сүресіне соңғысын түсіндіріп кетейік, сосын болды, тамам. Мысалы, соңғы аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллази ат'амахум. Мим келді ма? Мим келді. Үстіне еш нәрсе белгі жоқ. Ол үшін бізде изғар емес екен. Болды, изғарды алып мим келіп тұр, келесі не істейміз? Идғам қыламыз. Шады арқылы білеміз, және бізде ең кемел ғунна болады. Ат'амахум мин жу'ин ва аманахум. Тағы да келді. Мим келсе не болады? Идғам. Қандай идғам? Мутамасилейна, сосын идғам мутамасилейна биғунна болады. Түсіндікті ма? Болды. Тағы да бір айтып алайық. Нунға қатысты 4 ереже болса, мимге қатысты бізде 3 ереже. Өте оңай екен. Неге оңай? Себебі 26 әріп изғар бізде. Мимнен кейін мим келсе идғам болады. Идғам мутамасилейна. Егіз әріп па? Егіз. Биғунна бар ма? Бар. Одан кейін мимнен кейін бә келсе не болады? Ихфа болады. Мимді біз не істейміз? Бәға жасырамыз. Енді қалған әріпті не істейміз? Ештеңе істемейміз, бірақ әрине біз соның бойына байина сифаты, жана ғунна сифатын әлсіз болса да ол бар ғой, соны білдіріп кетеміз. Болды, баршаңызға пайдалы болсын иншалла.